Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТВ. Бүгін біз шығыс пирогын әзірлейміз. Ерекше дәмді, пайдалы және өте оңай жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін бізге қамырына 300 грамм ұн, 50 грамм қант, 1 дана жұмыртқа, 6 грамм қопсытқыш және 150 грамм сары май, салмасына курага, мейіз, грек жаңғағы және де 1 банка сгущенка қажет болады. Барлық қажетті заттарды видеоның астына описание бөліміне қалдырамын. Жаңа видеоларымды жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін ұнға 150 грамм сары майымызды турап саламыз. Қолымызбен үккілеп, видеодағдай етіп, крошка жасап аламыз. Арасында майымыз кесек қалмау керек, барлығын дұрыстап үгітіп аламыз. Жасалған ұнтағымыздың үстіне 50 грамм қантымызды, егер тәттірек ұнатсаңыз кішкене көбірек алсаңыз болады, 6 грамм ұн қопсытқышымызды салып, барлығын дұрыстап араластырып аламыз. Ортасына ойық жасап, 1 жұмыртқамызды жарып, қамырын дұрыстап илеп аламыз. Барлығы бір-біріне қосылып, жабысса болғаны, көп мұжғылап илей бермейміз. Біріккен қамырды 10-15 минут целлофанға салып, тындырып қоямыз. Қамыры тынып тұрған уақытта салмасын әзірлеп аламыз. Мен 200 грамм курага, 200 грамм мейіз және 200 грамм грек жаңғағын алдым. Көбірек не азырақ етіп алу өзіңіздің қалауыңызда. Кураганы осылай 4-5-теп ұсақтап турап аламыз. Грек жаңғағында ұсақтап турап аламыз. Видео ұнаса арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Енді тынып тұрған қамырды алып, формамызға жайып аламыз. Әдетте мен формаға май, ұн немесе пергамент қағазын ештеңке жаймаймын, жабыспайды. Алайда сіз қорқатын болсаңыз, пергамент қағазын жайып істеуіңізге болады, немесе астына кішкене май жағып жіберсеңіз болады. Формаға салғанда қамыры бір келкі болу үшін оқтаумен біраз осылай жайып аламын. Егер қаласаңыз, формаға бірден қамырыңызды салып, немесе бөлшектеп салып, қолмен, қасықпен, вилкамен жайып алсаңыз да болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Осылай формамызға салып алған соң, шеттерін, бортиктарын биігірек етіп, қасықтың не вилканың көмегімен, немесе қолымызбен осылай шеттерін шығарып аламыз. Жайылған қамырдың үстіне салмасын кезек-кезек салып аламыз. Курага, грек жаңғағы және мейізді бір келкетіп салып аламыз, және үстінен сгущенка, 1 банка сгущенка, немесе 380-400 граммдай сгущенканы үстіне бір келкетіп құйып шығамыз. Салынған салмамыз бен сгущенкамыз бір келкі жайылу үшін видеодағдай етіп, осылай кішкене араластырып аламыз. 180 градус пеште 20-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Пирогыңыздың дайындығын шетіндегі наны сарғайғаннан білетін боламыз. Дәмі тіл үйіретін өте дәмді ерекше пирогтардың бірі. Біздің арнамыздан сондай-ақ басқа да тағамдардың, пирогтардың, банкалардың, салаттардың түрлерін көре аласыздар. Видеолар бөліміне өтіп қарасаңыз болады, немесе плейлисттерге өтіп қараңыз. Өте дәмді шықты, сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.